Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай фисташковый торттың рецептісімен бөліскім келеді. Міне керек құрамдар жаңағы жұмыртқаның ақуызы, қант, ұн, жүгері крахмалы және фисташка ұны және уатылған фисташка. Міне осындай екі түрінен бірдей қылып саламыз. Жалпы 35 грамм керек, екеуін қосқанда. Міне осындай упаковкада 100 граммдап кондитерлік магазиндерде сатылады. Енді біз алдымен меренгімізді дайындаймыз. Ол үшін ыдысымыз өте құрғақ болу керек. Жақсылап тұрып сүртілген ыдысымызға міне осындай ақуызымызды салып, сәл ғана тұз салып, миксерлеп бастаймыз. Кәдімгі пивной пена дейді ғой, соған дейін көпіргенге дейін миксердің жылдамдығын көбейте отырып, миксермен соға береміз. Міне осылай көпіріп бастады ақуызымыз. Енді қазір осыған қантымды жайлап, жаңағы өлшеп дайындап қойған қанты, міне осыны жайлап себелеп сала отырып, ақуызымызды соғуды тоқтатпаймыз. Осылай себелеп сала береміз, жайлап отырып, бөліп. Енді қанттың бәрін салып болғаннан кейін ақуызымыз әбден қойылғанша, әбден болғанда өте қатты қою болып кетпеу керек. Мягкий пек болады, өзінің жұмсақтау болып соғылады. Соған деңгейге шейін соғамыз. Міне біздің, яғни меренгіміз дайын. Осындай меренгі шықты. Енді осы меренгімізге біз құрғақ ингредиенттердің бәрін саламыз. Жаңағы ұнымызды, жүгері крахмалын және фисташка ұны мен уатылған фисташканы саламыз. Ингредиенттердің құрамы жалпы басында жазылды. Мен қазір және де жазып кететін боламын астына видеоның. Осылай жайлап астынан үстіне қарай басып алмай әбден араластырып аламыз. Міне осындай 3 пергамент дайындап аламыз және жаңағы шыққан массамызды теңдей 3 бөлікке мен осылай бөліп алдым. Қасықпен салып отырып, бірде 3 бөлікке бөліп алдым. Міне осылай бөліп болғаннан кейін 26 диаметр, міне кольцам 26 диаметрге келіп, қазір сол дөңгелектің ішінде осы меренгімді жаямын. Бұл негізі форманы алып тастағаннан кейін үлкейеді, сонда есепке алыңыздар. 26 диаметр созылып 28-ге шейін кетіп қалады торт. Үлкен көлемдегі жақсы торт болады бұл деген. Бесіне осы кезде мен фисташка сеппедім. Сіздер бетіне фисташканы немесе фисташканың уатылған дәнін сеуіп жіберсеңіздер болады, ұнатсаңыздар. Мен ұмытып кеттім негізінде себетін едім, бірақ ұмытып кеттім. Міне осылай 20-25 минут сіздердің нелеріңізге байланысты, пештеріңіздің қаншалықты пісіруіне байланысты. Осылай міне пісіп шықты менің меренгі, фисташковый меренгілерім дайын болды. Енді мен қазір кремді дайындауға кірісемін. Ол үшін ең алдымен осылай клубникаларымды жуып, мен жіңішке бөліктерге осылай бөліп алдым. Енді қазір осындай маскарпоне 250 грамм саламын өлшеп тұрып. Және креметті, весовой креметті менде. Сіздер кез келген творожный сыр, милетті ма, крем-чиз ба, савушкин көп қой. Қазір соның кез келген өзіңіз пайдаланатын творожный сырды саласыз, менде креметті. Және де 33% кез келген сливки 700-800 грамм шамасында құясыздар. Және менде қант ұнтағы болмай қалды, сондықтан қанттың өзін сала салдым. 150 грамм қант немесе сахарный пудраны салып, жайлап миксерлеп бастайсыздар. Жай скоростьта миксерлеп бастап, жайлап көбейте отырып, осы креміміз біркелкі қою массаға айналғанша соғып аласыздар. Міне креміміз қойылды. Осындай, бұдан да көрі қойылуы да мүмкін. Мен енді осы неде алдым. Мен осындай буфет насадкасын
кремді теңдей өлшеп алдым, теңдей 3 бөлікке бөлем. Бірдей шығу үшін крем өте молынан жетеді. Міне шеттерін бупипай тортының шетіне жасағандай қылып осылай дөңгелетіп шығамын да, жан-жағын ортасына жаңағы бір бөлік кремнің ортасына қалғанның бәрін салып тастаймын. Міне осылайша түгелмен шеттерін айналдырып шықтым. Енді қалған кремді осылай жаңағы миде қалған креміміздің бәрін салып ортасына құлпынайды мен аздап салдым орталарына. Негізі жақсы көрсеңіздер немесе құлпынайларыңыз мол болса, кәдімгі тегістей салып шығуларыңызға болады. Мен осылай құлпынайларымды салып алдым. Құлпынай жақсы дәм береді, негізі молынан салсаңыздар да өте дәмді болады. Осылайша келесі екінші слойымды коржымды салдым, оны да осылай айналдырып шығамын. Осы деңгейде барлық тортымды осылай жинаймын. Міне енді соңғы слойымыз. Оны да осылай жан-жағын осылай айналдырып аламын, шеттерінің бәрін. Қалған кремді түгелмен салып, қазір бетін тегістейміз, және бетіне мен құлпынайды молынан саламын. Әдемілеп тұрып, молынан осылай салып шығамын, араларын нығыздап. Бұл дейтін енді бір күн холодильникте тұрса, мүлде кремі сіңіп, өте мороженое сияқты жеп-жеңіл күшті торт болады. Жасап көріңіздер. Құрамы қымбатқа шығады, қымбат сатуларыңызға да болады. Мен бетіне осылай әдемілік үшін фисташканың жаңағы қуатылған дәндерін, фисташка ұнын да кішкене әдемілік үшін сеуіп жібердім. Сеппесеңіздер де болады. Міне осындай әдемі торт шықты. Көлемі үлкен, 28 диаметрде. Кез келген формада жасауға болады. Міне мен енді 2 сағаттан кейін балаларым жегісі келген соң мен тортты осылай кесіп тастадым. Кішкене кремі сіңбеген, құттай свежий күйінде кескен соң құттай нелеу болды. Сіздер енді қойып кессеңіздер, кремін көріп тұрсыздар ғой. Кремі көп, мороженое сияқты дәмі дейтін андай жеп-жеңіл торт болды. Сіздер де жасап көріңіздер.